Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен 15 минутта дайын болатын бешбармақтың видеосымен бөлісетін боламын. Бұл бешбармақты сковородкаде аз адамға ғана жасауға болады, және асығыс жағдайда тез дайын болатын кезде ғана аз ғана жасауға болады. Құрғақ сковородкаға осындай консервадағы етімізді, менде жылқы еті және қазы болды. Консервімізді салып, құрғақ табаға үстіне пиязды салып, оның үстіне су құямыз, және консервіде тұз болады етте. Су құйғаннан кейін тағы да мен кішкене тұз салдым. Үстіне осылай қамырды біртіндеп салып шығамыз. Қамырды бір-бірінің үстіне салып тастауға болмайды, жабысып қалады. Салып отырып, бетіне су құйып, тағы да қалған қамырларды салып, тағы да қайнап тұрған суды құйып, асты қатты қайнап тұр. Осылай барлығын салып болғаннан кейін бетіне тағы да су құйып, үстіне су бетін жауып тұру керек. Астын жай отқа қойып, бетін жауып, 15 минутта пісіп дайын болып шығады. Міне, асығыс кезде осындай аз адамға осылай бешбармақ дайындап жеуге болады. Дәмі маған ұнады. Еттің дәмі, тұзы бәрі қамырға сіңіп, әдемі болып тұрады екен. Бұл сковородкада тек бір пачка, азғандай пачка қамырмен жасауға болады. 2 пачка көп қамыр жасауға болмайды, қамыр бірігіп қалады. Аз қамырды осылай сковородкаде жасауға кеңес беремін. Ал көп қамыр қайнатқыларыңыз келсе, 2 пачка қамыр қайнатқыларыңыз келсе, оны суда бөлек қайнатып алуға кеңес беремін. Сковородкаде қайнатуға болмайды, жабысып қалады. Осылай қайнап тұрған суға тұзымызды салып, қамырымыздың бәрін салып, жақсылап араластырып аламыз. Біразға дейін араластырып аламыз. Ал бөлек табаға, құрғақ табаға консервідегі етімізді салып, араластырмаймыз, майдалап жібермейміз етті. Салып қоямыз. Үстіне осылай ірі туралған пиязымызды және укропымызды салуға болады. Ешқандай араластырмаймыз. Бұл жерде пияз піссе болды. Мен астын қатты 5 минуттай қайнаттым. Кейін астын өшіріп, қалғаны оттың қызуымен пиязы пісіп шықты. Қамырды ыдысымызға сүзіп алып, сковородкадегі етімізді бірінші қамырға майын жақсылап құйып, қамырды араластырып алу керек майымен. Сонда қамырымыз майлы, арасы жабыспай, бірікпей тұрады. Майы, суы сол күйі тұр, көп қайнамаған соң. Майын құйып, қамырды араластырып, кейін пиязын қойып, етін қойып, дастарханға ұсынуға болады. Міне, осындай 15 минутта бешбармақ дайын болады. Жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.